Күнде операторлар болады. Да, міне керемет осындай бір өндіріс. Толық ақпаратты мына бала түсіріп отыр қазір. Мектепте сосын береді. Негізінде осындай бір теплица. Мен ойымша, кішкентай түрін Шымкентте оңтүстік жақтан келеді. Кейін қойып, где-то 90 күнге дейін осылай өсіреді. И жыл 12 ай жеміс алып тұрады. Мына қазір қиярдың қияр егілген. Негізінде көп адамдарды кіргізе бермейді, себебі әр адам бөлек өзінше бір инфекция тасуы мүмкін.